экстремист және террорист, экстремизм, терроризм осы терминдер осы дін саласына да қатысты, одан кейін саяси мәселелерде көп естиміз. Енді батыс мемлекеттер біз секілді бөліп жармайды діни экстремизм, терроризм деп. Олардың барлығы болған іс-әрекеттер, жасалынған террорлық акттердің барлығын қарай отырып, тек қана терроризм, экстремизм дейді. Ал енді біз жақ болатын болса, осы Азия мемлекеттер, Орта Азия мемлекеттер әсіресе осы экстремистік және террористік іс-әрекеттерде дін терминін қосамыз. Өйткені олардың жасап жатқан үрей туғызатын пікірлері, іс-әрекеттері діни бағытта болғандығы үшін діни экстремизм, терроризм дейміз. Ал енді мына әрбір істің соңындағы бір қолға жеткізетін бір нәтижесі бар. Сол секілді экстремизмнің соңғы жемісі ол терроризм. Экстремист адам қай уақытта адамды экстремизм деп айтамыз, экстремист айтамыз. Оны ондай бір диагноз қою оңай шаруа емес. Өйткені оның өмірі күрт өзгереді. Сондай бір мәселе туындаған кезде кейде теолог мамандар соттарды тастаған айналған кезде, бұл адамның пікірі, ойлау жүйесі, көзқарасы экстремистік көзқарасқа ие деп айту оңай емес. Өйткені жаңа айтқан сияқты адамның өмір бағыты өзгереді. Террорлық әрекет жасайтын болса да дәл солай діни бағытта да. Экстремист адам ешбір уақытта компромиске келмейді. Экстремизммен ауырып жатқан адамды табудың оңай жолы мен ғана дұрыс, қалған барлығы адасушылықта десе, ол адам автомат түрде экстремист. Өйткені ол ешқандай компромиске келмейді. Өзінің абсолютті бір ойлаған бір ойы бар, жүйесі бар. Қалған барлығы сонымен санасу керек дейді. Экстремист ол қолына қару ұстап көшеде жүретін адам емес. Экстремизм дегеніміз ол әуелі баста идеология. Идеялардың жиынтығынан бір идеология қалыптасады, экстремистік радикалды идеология. Соның жемісі терроризм, террорлық бір іс-әрекет. Террорлық іс-әрекет дегеніміз, терроризм дегеніміз ол күш көрсету арқылы өзінің қарсында тұрған адамдарға үрей туғызу, күш қолдану арқылы. Ол жерде қарулы қақтығыс жасауы мүмкін, жарылыс жасауы мүмкін. Ал енді бұлардың екеуі де қоғамға қауіпті. Өйткені бізде сөз бар ғой, бір құмалақ бір қантамайды шірітеді. Енді бұл мәселелер өте терең, күрделі, бірақ дегенмен де арнайы мамандар осы мәселелер бойынша қаншама жылдардан бері тәжірибелі мамандар біліктілігін арттырып, жұмыстарын жалғастырып жатыр. Енді мемлекеттің өзі де осы тақырыпқа қатты назар аударады. Діни экстремизм, терроризм. Өйткені жаңа тақырыптың басында айттым ғой, қоғам тұрақтылығы, қоғамның қауіпсіздігі үшін тікелей маңызды. Неліктен көп халық осы мәселеде терең ойлана алмайды. Біреу намаз бастапты, немесе тура жолға келді ғой, араған тастады ғой ең бастысы, немесе жаман жолдан беті бері қарады ғой. Қазіргі кезде не көп? Игромания көп, лудомандар көп. Арақ ішіп отбасын тастап кететіндер көп, немесе отбасына зорлық зомбылық көрсететіндер көп. Тым болмаса осы теріс әрекеттен арылды ғой, дінге келді ғой деп ойлайды. Бірақ қате. Өйткені жаңа айтып отырмыз ғой, түбінде терроризм қалып барады оның, сондай адамдардың іс-әрекеттері.